Жаңа тақырып, яғни ондық бөлшектерді оқылуы және жазылуы 716 есебін бастайық. Жаңа тақырыптың 716 есебі. Ондық бөлшектер, яғни 10-нан 7, 100-ден 19, 1000-нан 317, 1000-нан 501 деп осы уақытқа дейін бөлшектерді оқып келдік. Енді осыны ондық бөлшек түрінде жазайық дейді. Мына бөлшек, мынау негізінен дұрыс бөлшектер. Дұрыс бөлшек деген сөз алымы бөлімнен кіші болып тұр. Міне, мына алымы 7, мына бөлім 10-нан кіші болып тұр. 119, 1000-нан 317, 1000-нан 501 еді. Енді осы дұрыс бөлшектерді біз ондық бөлшек түрінде жазуымыз керек. Ондық бөлшек деген, яғни мына жерде бүтін бөлігінде ешқандай сан жоқ па, онда 0,10-нан 7. Оқылуы 0,10-нан 7. Оның дұрыс бөлшек түріне жазылуы 10-нан 7. Мына 0,119. Мына 0,1000-нан 317. Мынауымыз 0,1000-нан 501. Себебі мына бөлшектің бөлімінде 100, 1000, 1000 ғой. Мынада 10, ол 0,10-нан 7 деп жазылады ондық бөлшек түрінде. Мына 100 болуы, мына 2 сан ба, 0,119. Мына бөлшектің бөлімінде қанша 0 бар, алымда сонша сан болу керек. Міне, жазылуы өте оңай. Ал енді екінші есепте сәл өзгешеліктер бар. Екінші есепте, мысалы, 10-нан 11 деген бұл енді бұрыс бөлшек енді. Себебі бұрыс бөлшек деп аталуының себебі бөлшектің алымы бөлімнен үлкен сан болып тұр. Бұны мен ондық бөлшек түрінде жазу үшін 11-ді 10-ға бөліп алам. 11-ді 10-ға бөлетін болсам, сіздерге көрсете салайын мына жерге бөлу жолын. Бұны білесіздер. Көрсете салайын. Так, 11-ді 10-ға бөлсем 1-ден берем, 10 болады. 1 не қалады? Қалдық қалады, дұрыс па? 1-ден бердім. Оны мына түрде жазып алам. 1,10-нан 1 деймін. Мына қалдығын мына жерге бөлшектің алымына жазам да, мына бөлгішті, бөліндіні 1-ді бүтін бөлігіне жазам. Мына бөлшектің бөлімде 10 тұрады. Енді міне осыны мен жаңағы бөлшек түріне жазып алдым, жай бөлшек түріне жазып алдым. Енді осыны ондық бөлшек түрінде қалай жазам? Мынау бүтін бөлік деп аталады. 1,10-нан 1 деп оқылады. Осы себептен 1 бүтінді 1-ге жазам да, қайырма қоям да, 1-ді жазам. Міне 1,10-нан 1, 1,10-нан 1 деп оқылады мынауымыз. Дәл осындай есеп келетін болса, яғни алымы бөлімнен үлкен болса, оны мына түрде бөліп аламыз да, қалдығын бөлшектің алымына жазамыз. Нештен бердік? Соны бүтін бөлігіне жазамыз да, ал онды мынау бөлгішімізді бөлшектің бөліміне жазамыз. Сонда 1,10-нан 1 болады. Мынауымыз мына түрде жазылады екен. Әрмен қарап, енді осының екіншісін жазайық. Екіншісі 718 бөлінген 100 екен. Бұны қалай жазам? Бұны да былай жазам. 718-ді 100-ге бөлсем, 7,100-ден 18 болады. Бұл деген сөз 7,100-ден 18 болып жазылады. Мынаны мына түрде бөліп көрсете салайын. 7-ден берем, 1 түседі, 8 түседі. Жетпейді, 0-ден берем, мынаны қайырамын, 1-ден берем. 8 түседі, 0 түседі. Так, 80 қалдық дейік, мақұл. 80 қалдық дейік. Немесе, әрмен қарай, 718 бөлу 100 дейді. Бұны қалай жазам? Бөлшектің бөлімде 2 0 бар, ал алымда 3 сан бар. 1 0 жетпейді. Бұны мына түрде бөліп аламын. 7-ден беремін. 18 қалады. 18 қалдық қалады. Яғни қалдық қалса, оны 7 бүтін деймін да, бөліміне 100 жазам да, алымына қалдығын жазам. Сонда 7,100-ден 18 шығады екен. Міне, осылай шығарамыз бұндай есептерді. Бөлшектің бөлімі алымынан азғантай сан болса, яғни 2 0 бар ғой, бөлшектің алымы 3 сан бар. Онда 718 100-ге бөліп алам. Берілген сан 7-ні бүтін бөлікке жазам да, қалдығын алымына жазам да, бөлімде сол 100 санның өзі жазылады. Сонда 7,100-ден 18 болып оқылады. Міне ондық бөлшек түріне келтірдік. Дәл осылай 2409-ды бөлемін 100-ге. Бұл нешке тең болады деген? Бұл да дәл солай. Қалай жасамыз? Мына бөлшектің бөлімі 2 сан, яғни 100 болып тұрды, 2 0 болып тұрды, ал алымы 4 сан болып тұр. Мынау 2 0 жазу үшін жетпейді. Яғни бұл не істеймін? Әрине бұны да жаңағыда 2409-ды 100-ге бөліп алам. 2-ден берем, 200, 4 түседі, 0 түседі, 9 түседі, 4-ден берем, 400. Так, не қалды мына жерде? Так, 9 қалдық. Яғни оны жазамын, 24 бүтін деп бүтіне жазам да, бөлшектің бөлімі 100-ін өзі жазылады да, ал мынау 24 бүтін, мынау 100-ден 9 жазылады, былайдан жазылады. Неге? Себебі мына жерде міне 0-ден 0, 4-тен 4 тасақ 0 ғой. Соның өзінде де мына жерде бөлшектің бөлімі 2 0 болғандықтан 24 бүтін жазылады да, ал енді мынау бөлшектің бөлімінде 2 0 саны 1 сан болып қалмау керек, алдына 1 0-ді қосамын. Арқасына қосылмайды, алдына қосылады. Сонда 24,100-ден 9 болып жазылады бұнымыз.
әрмен қарай 9813-ті бөлемін 1000-ға. Санайын, бөлшектің бөлімінде 3 нөл, алымда 4 сан. Тур жаңадай орындаймын. Мына 9-ды бүтін деп аламын да, бөлшектің бөліміне 1000-ды жазам. Енді алымында 813 қалады. Міне, 3 нөл, алымда да 3 сан. 9 бүтін 1000-нан 813. Бұны да жаңадай бөліп алып көрсете салайын. 1000-ға бөлу. 9-дан берем. 813 қалды. Міне. Бүтін бөлікті 9-ды бүтін бөлігіне жаздым. Бөлшектің бөлімінде 1000 жазылады, мына қалдығымыз жоғары жағына жазылады. 813 болды. Міне, бұл есебім шықты. Әрмен қарай енді осының үшінші есебіне өтейік. Сіздерге түсінікті болса өте берейік. Так, үшінші есебі 2,10 дейді. Так, бұны ондық бөлшектерінде жазу үшін бүтін бөлігіне 2-ні жазамда, үтір қайрамда 10-нан 3 ба? 3 болып жазылады. 2,10 болады. Әрмен қарай 5,7 дейді. 5,7 міне былай жазылады. 5-тен кейін үтір қойылады. 6,149. 6,149 былай жазылады. Әрмен қарай 3,1000-нан 419 дейді. 3,419 мыңнан. Енді осының төртінші есебі 5,100-ден 7 екен. Бұны қалай жазам? Бүтін жазылады. 5 бүтін деп жазамыз да. Енді 100-ден 7. Бөлшектің бөлімінде 2 нөл бар, ал алымда 1 ақ сан бар. Яғни 1 сан жетпейді. Оны 5 бүтін дейміз да. Мына жерге 0,7 деп 7-нің алдына 0,7-ні жазамын. Так. Міне, 7-нің алдына 1 сан қостым, ол 0 болады. 5 бүтін 100-ден 7 деп жазылады. Әрмен қарай 6 бүтін 100-ден Олай емес, нешеді? 3 бүтін 100-ден 9. Бұл да солай 3 бүтін 100-ден 9. Міне, 9-ның алдына 0 толықтырылып жазылады. Әрмен қарай 4 бүтін 100-мыңнан 174. Бұл 3 0 ма? Алымда да 3 сан. Яғни 4 бүтін 1000-нан 174 болып жазылады. Ең соңғысы 5 бүтін 1000-нан 13 екен. Бұл жерде бөлшектің бөлімді 3 0, алымда 2 сан. 1 сан жетпейді. Онда 5 бүтін 0-мен толықтырып 1000-нан 13 деп жазам. Міне, 716-шы есебіміз осылай жазылады екен. Әрмен қарай 717-ші есеп. Ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. 0,9. Бірінші есебі 0,9 деп айтылып тұр. Соны мына түрде жазуымыз керек ондық бөлшек түрінде. 0 ба? Так, 0 деп жазамын. Бүтін қойылады. 10-9, яғни 0,9 міне. Екіншісі 0 бүтін дейді. 0 бүтін деп үтір қайып қоямын. 100-ден 17 дейді. 100-ден 17 міне. Үшіншісі 0 бүтін 100-ден 3 дейді. 0 бүтін 100-ден 3. 100-ден 3 деген сөз, яғни 0 3 түседі. 10-нан 100-ден 3 деген. Міне. Төртіншісі 2 бүтін 1000-нан 315 дейді. 2 бүтін жаздым. 1000-нан 315 міне жаздық. Бесіншісі 3 бүтін 100-ден 5 дейді. 3 бүтін 100-ден 5, яғни 0,5 болып жазылады ол. Алтыншысы 9 бүтін дейді. 1000-нан 207 дейді. 1000-нан 207 міне 207 міне. Мынау бірлік 9 дегеніміз, мынау ондық, мынау жүздік, мынау мыңдық разрядтық бірліктер түрінде біз оқитын болсақ. Енді сіздерге қосымша оқып өтейін. Мынау 0 дейтін бірлік, мынау ондық, мынау бірлік, ондық, жүздік, бірлік, ондық, жүздік, бірлік, ондық, жүздік, мынау мыңдық. Бірлік, ондық, жүздік, бірлік, 9 деген. Мына 2 ондық, 20 жүздік, 207 мыңдық болады. Солай разрядтық бірлік қосылғыштарын қосым түрінде жазуға болады. Оқытуда дәл солай. Жазып біттік 6-шысында. Ал енді 718 не дейді 718-де? Бөлінділерді, мына бөлінділерді ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Мына бөліндіні ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Тура жаңағыдай 716 есепке ұқсас есеп. Жазылу жолында сәл ғана түсінік беріп өтейін. 718 есеп. Біріншісі 7 бөлу 10 депті. Бұны мен мына түрде жазып аламын. Міне, бөлшек түрінде жазып алдым. Енді оны ондық бөлшек түрінде жаз дейтін болса 0,7 болады. Так, енді осының жалғасы 13 бөлінген 100 дейді. Оны 13 бөлу 100 деп жазылады. Бөлшек түрінде ол ондық бөлшек түрінде 10,100-ден 13 болады. Так, 91 бөлінген 1000. Бұнымыз 91 бөлшек 1000.
Енді қараңыздар, міне бөлшектің бөлімінде 3 нөл бар да, алымда 2 ақ сан бар. Яғни бір сан жетпейді. Ол деген сөз 0 бүтін дейміз де, бір санымыз ол 0 болып табылады. 0-ді жазамыз, кейін 91-ді жазамыз. Оқылуы 0 бүтін 1091. Міне, мынау бірлік 0 деген, мынау ондық, жүздік, мыңдық. Міне, мыңдыққа толықтырып алдық. Әрмен қалай? Мыңға ол 0 бүтін 109 деп оқылады. Әрмен қарай 33 бөлу 1000. Бұл да дәл солай. 0 бүтін 1033 болады. Міне, бір 0-ді алдына толықтырып жазып алам. Арқасына 0 жазылмайды, алдына жазылады. Мына бөлшектің бөлімі 1000-дық, алымы 100-дік қоя, 0 мен арқасына толықтырмаймыз, 33-тің алдына 0 жазылады. Сонда 0 бүтін 1033 болып оқылғанға дұрыс және ережеге сай бұл есептердің шығарылуда, жазылуда. 7 бөлінген 1000. 7 астына бөлшек 1000 деймін. Бұл да дәл солай 0 бүтін, мынау 7 бір ғана сан, ал бөлшектің бөлімінде 1000 бар. Яғни 2 сан жетпей ме, оны алдына 0 мен толықтырып аламын. 0 бүтін 1007, мынау 10-дық, 100-дік, 1000-дық шыға келді. Енді екінші есебін қарастырайық осының. 21, бұны 21 бөлінген 10 дейміз. Бұда да дәл солай, мынау 10-дық, мынау 100-дік болып тұр, бөлшектің алымы 21, мынау 10-дық. Яғни мына жерде ешқандай бүтін сан жоқ па? Яғни бұны бүйте саламыз. Бағана үйреткендей, енді бірден жазып үйретейін. Бұны 2 бүтін 10-нан 1 деп жазамыз. 2 бүтін 10-нан 1 деп жазамыз. Қалай? Және көрсете салайын. 21-ді 10-ға бөлемін, 2-ден беремін, 20, мына жерде 1 қалдық қалады. 1 қалдық қалады. 1 қалдық қалу, 2 бүтін 10-нан 1 деп бірдестен жаздым, ал мен бағана үйреткендей жазатын болсам, онда былай жазылады. Так, 21-де 10 тең болады. 2 бүтін қалдығы алына жазылады да, бұл 2 бүтін 10-нан 1 деп жазылады. Міне, толық түсіндірмесі мынау. Мына бірдестен жазылуы. Қайсы сіздерге оңай, қайсы түсінікті, солай жазыңыздар. Бірақ 5 сынып болған екен, сіздер мынандай толық етіп жазсаңыздар, келешекте есептен ешқандай қателеспейсіздер. Ал мынаның шығуы, міне, 21-ді 10-ға бөліп аламыз. 2-ден берем, оның бүтін бөлігіне жазам. Нешке бөлдім 10-ға ма, оны бөлшектің бөліміне жазып алдым. Мына 1 қалдық алымында тұрады, сонда 2 бүтін 10-нан 1 мына түрде 10-дық бөлшек түрінде жазылады екен. Әрмен қарай. Так, 718-ің екіншісі бөлемін 100-ге. 119 бөлінген 100 болады. Бұл жерде дәл солай 1 бүтін 119 бірдестен жаздым. Ал бірдестен жазбай маған қажет ететін болсаңыздар, бөле салам 100-ге шығару жолы. 1-ден берем, 19 қалдық қалады. Оны мына түрде жазып көрсете салайын, және әрмен қарай сіздерге түсінікті болу үшін. Бірдестен орындасаңыздар да болады, егер түсініп қалатын болсаңыздар. Түсінбесеңіздер мына түрде. Так, 1-ден бердім. Міне, 1-ден бердім ғой, оны мына жерге жазам, бөлшектің бөліміне 100-ді жазам, қалдық бөлшектің алымына жазылады. Міне. Ал бұнымыз 1 бүтін 119 деп жазылады. Қайсысы сіздерге жеңіл, соны жазып ала бересіздер. Әрмен қарай 893-ті бөліпті 10-ға. 893 бөлшек 10 дейді. Бұл да дәл солай. 893-ті 10-ға бөлейік. 8-ден берем, 80, 9. Так, 9 түседі, 3 түседі. Нештен берем? 9-дан берем. 90, 3 қалдық қалады. Яғни бұны 89 бүтін деп бүтін бөлігіне жазылады. Бөлшектің бөлімді 10 жазылады, ал қалдық бөлшектің алымына жазылады. Сонда 89 бүтін 10-нан 3 болып жазылады. Сіздерге түсінікті болу үшін шығару жолы. Ал мынау соның бөліп барып, мына түрде жазылуын көрсеттік. Әрмен қарай. Енді әрмен қарай толық жазып кете берейін. Сіздерге түсінікті шығар енді қалғаны. Так, бұл деген сөз бөлемі 1000-ға. Так, бөлшектің бөлімде 3 0 бар, алымда 4 сан бар. Тұр жаңағыдай. Бұны 4 бүтін 1911 деп жазсам бірдестен. Жаңа бөлу амалы орындап істеуге болады. Мынаны бірдестен былай жаздым. Толық әрмен қарай жазып көрсетесіңдер сіздерге. 4911 бөлемін 1000-ға. 4 бүтін 1000 болады, мынау 911 болады. Бұл былай жазылады. Бұдан 4 бүтін 1911 болады. Міне. Осылайда жазып үйрене берсеңіздер болады. Әрмен қарай 927 бөлу 100-ге. 627 бөлу
100. Бұны қалай орындаймыз? Бұны 6,127 деп ала салам. Бірдесте. Жаңағыдай бөлу амалын орындайсыздар. Мына түрде жазуға болады. Так, 517 бөлемін 10-ға. Бұны 5 бүтін деймін. Так, көрсете салайын сіздерге. 517 бөлемін 10-ға. 5-тен берем. 50. 1 түсет, 7 түсет. Нештен берем? 1-ден берем. 10. Неш қалды қалады? 7 қалды қалды міне. Яғни 51 бүтін 10-нан 7 болады. Негізі мына түрде бөліп алып, осыны мына түрде жазсаңыздар, ешқашан қателеспейсіздер. 51 бүтін 10-нан 7 шықты. Бұл деген сөз 51 бүтін 10-нан 7 деп жазылады. Міне сіздерге шығу жолы, дәлелдеу жолын осылай көрсетіп жатырмын. Ары қарай 719 есеп. 719 есеп. Кешіріңіздер. Бұны тура теңдік болатын етіп цифрлар қойыңдар дейді. Яғни 1 бүтін 100-ден 9-ға осыны кітапта бет жазып қойыпты. Қараңыздар, кітапта 1 бүтін 100-ден 9 деп оқылады да, 1 бүтін енді мына жерге осының тура теңдік болатындай етіп не жазамыз? Яғни осының ондық бөлшегін жазамыз да, басқа не жазамыз? 1 бүтін 100-ден 9 деп жазылады. Яғни 9-ның алдында 1 0 жазылады. Бұл есепте жазылу барысы солай. Екіншісінде мына 0 бүтін қанша? 10.719 қоя. Яғни мына бөлшектің бөліміне қанша 0 қоямыз бірден кейін? 1, 2, 3, 4. Яғни 10.000 деп жазылады ол жерге. Мына 5 бүтін 10.000-нан мына жерге сұрау белгісі тұр ма? Яғни бұл жерге 81 жазылады. 2 0 жазылмайды, ал мынау барысында жазылады. Қазір түсіндірем сіздерге. Мына жер бүйтіп тұр. 1 деп тұр да, сұрау белгісін қойып қойған мына жерге. Сұрау белгісін қойып қойған. Не жазасыз дейді? Бұл жерге жазылу барысында 1 бүтін 100-ден 9 деп жазылып тұрса, 1 бүтін, мынау 100-ден 9 ба, яғни 9-ның алдына 0 қоям деген сөз. Міне, 1 бүтін 100-ден 9 деп оқылады. Бұл біріншісі. Енді екіншісін былай жазыпты. 719 дегенде бөлшектің бөліміне сұрау белгісін қойып қойыпты. Бұл тең болады 0 бүтін. Қалай оқылады мынау? 0 бүтін қанша? 10-дық, 100-дік, 1000-дық, 10.000-дық. 0 бүтін 1000-нан 719 деп оқылады. Мынау 0-іміз 10-дық, мынау 100-дік, мынау 1000-дық, мынау 10.000-дық. 0 бүтін 10.000-нан 719 деп оқылады. Енді мына жерге сол алғашқыда қандай сан береді? Соны қоюымыз керек. Сол саннан мына сан шығып тұр. Әрине бұл жерге біз қоямыз 10.000-ды. Себебі мен 0 бүтін 10.000-нан 719 шығып тұр ма? Яғни бұл жерге 10.000 қоям. 10.000 деп жазам. Бұл тең болады 0 бүтін 10.000-нан 719. Міне. Әрмен қарай. Үшіншісі 5 бүтін дегенде не деген? 10.000-нан мына жерге сұрау белгісін қойып қойыпты. Тең дейміз де 5 бүтін 10.000-нан 81 деп шығарып бізге мына жерде алымда қандай сан болады деп сұрап жатыр. Әрине бұл жерде санды мынау 5 бүтін 10.000-нан 81 деп оқылады, мынау 81-дің өзі жазылады, алдындағы нөлдер жазылмайды. Ал бірақ біз бөлшектің бөліміне қарап 10.000 ба, 81-дің алдында тағы 2 нөлмен толықтырып аламыз деп түсінік қалыптастырамыз, және сондай ереже бар. Сонда бөлшектің алымында 81 болады да, бөлімде 10.000 жазылады. Бұл деген сөз 5 бүтін 10.000-нан 81 деп оқылады да, жазылады да. Міне 719 есептің ең соңғы есебін деп бітірдік. Енді 720 есепті көрсетемін сіздерге. 720 есеп не дейді? Ондық бөлшектерді разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазыңдар дейді. Ол разрядтық қосылғыштардың. Солдан оңға қарай барлық разрядтарды атаңдар дейді. Яғни бірінші 0 бүтін 100-ден 18 деп мына бөлшек, ондық бөлшек оқылып тұр да. Осыны разрядтық бөлшек түріне қалай жазамыз? Разрядтық бөлшек деген сөз мынау бүтін бөлігі ма? 0, ол бүтін бөлігі жазылмайды. Оны жазбаймыз деп бөлшек қыламыз. Енді мынау 1 ма? Ол 1 деп жазамыз, ол мынау бірлік, мынау ондық, мынау 100-дік. Сол себептен 1-ді 10-дық дедім ба, 1-ді 10-ға бөлем. Қосу деймін. Мынаны 100-дік дедім ба, 8-ді, яғни оны 100-ге бөлем. Міне, ең оңайы осы сіздерге. Қайталаймын, 0 бүтін 100-ден 18-ді, ондық бөлшекті разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз дедім. Міне, бірінші бұны мен бөлшек түріне жазып алдым. Мынау бірлік, мынау ондық, мынау 100-дік. Мынау бірлік 0 ма, ол жазылмайды. Мынау ондық деп оқылды ма, мынау 1 бүтін 1 бөлінген 10 деймін, 10-нан 1. Мына 8 100-дік па, 8-ді 100-ге бөлем, 100-ден 8. Бұл тең болады. Енді бұны қалай жазам? Бұны бағанағы ондық бөлшек түріне жазам енді. Мынауымыз 10-нан 1-іміз 0 бүтін 10-нан 1. Қосу.
бүтін бөлігінде ешқандай сан болмаса, оны 0 деп аламыз. 0,1. Мынау 0,100-8 міне жазылуы. Енді міне осыларды қосылғыш түрінде жазып қойдым, болды. Қосып жазсаңыздар, мынаның өзі шығады. Егер қосатын болсаңыздар, бізге ондай тапсырма бермеген, тапсырма қосылғыштардың қосындысы түрінде жаздық, болды. Әрмен қарай екіншісін дәл осылай орындаймын. 2,9 дейді. Бұны, мына бүтін бөлігінде 2 тұр ғой, оны 2 деймін да, қосу деп жазамын енді. Енді мына бүтін бөлінен кейін 2,9 деп оқылады, 10-9, мынау бірлік, мынау ондық, сол себептен 9-ды 10-ға бөлемін, ол ондық. Бұл деген сөз 2 жазылады, қосылады, 0,9 деп жазылады мынауымыз. Міне болды, есеп ары қарай шығармаймын, себебі бізге осындай тапсырма берген. Шығар десе қоса саласыздар. Үшінші 2,9-ден кейін 0,315 дейді. Бұл үші 0,0 болғандықтан ол жазылмайды. Мына сияқты 0 қосу деп жазбаймын. Ол ережеге сай емес. Мына ондық, жүздік, мыңдық, яғни 0,315 деп оқылады. Сол үшін бірінші ондық па, 3-ті бөлемін 10-ға, қосамын. Мынау ондық, мына біріміз жүздік қоя, 1-ді бөлемін 100-ге, қосамын. 5 мыңдық қой, 5 деймін, бөлемін 1000-ға. Міне. Ал енді жасайын, 0,3 болады. Мынауымыз қосу болады, 0,100-ден 1 болады. Мынауымыз қосылады, 0,5 болады. Бағана түсіндіріп өткендей, 5 бөлінген 1000 қоя, 0 деп жазамын да. Мына жерде бөлшектің бөлімінде 3 0 бар, ал мына жерде 5 қой. Бір сан бар ғой, 2 сан жетпейді ғой. Оның алдына 2 0-ді тіркеп жазамын. 0,5 деп оқылады. Қосылғыш түрінде осылай жаздық. Төртіншісі 4,161 екен. 161 деп оқылады. 4-ті былай жазсам, 6 10-ды қосылған бірлік бізде жүздік, сонда 4 қосылған 0,6 қосылған 0,101. Міне. Әрмен қарай енді жылдамдатып орындап кете берейік. Осы жерге дейін түсініп алсаңыздар, әрмен қарай есептің бәрі өте оңай болады. 0,114. 0 жазылмайды. 1 ондық бізде, 4 бізде жүздік. 0,1 қосылған 0,104 болады. Алтыншысы 8,731. 8 қосылған 7 бізде ондық. 3 бізде қандай? Жүздік. 1 бізде мыңдық. 8 қосылған 0,7 қосу, 0,103 қосу, мынауымыз 0,12, 0,1 деп жазылды. Әрмен қарай, жетіншісі 0,222. 0 жазылмайды, 2 ондық, қосу 2 жүздік, қосу 2 мыңдық. Міне. Тағы бір түсіндіріп жіберейін, 0,2 ондық, жүздік, мыңдық, 0,222 деп оқылады. 2 бөлу 10 деп жазам, себебі 2 ондық, мынауымыз жүздік, мынауымыз мыңдық. Сол себептен екінші 2-ні 100-ге бөлем, үшінші 2-ні 1000-ға бөлем, себебі мына ондық, жүздік, мыңдық болғандықтан. Әрмен қарай 0,2 қосу 0,102 қосылған 0,102 екен. Міне. 8-ші есебіміз осының. 6,144. 6 бүтін қосылады, 4 ондық қосу 4 жүздік. 6 қосу 0,4 қосылған 0,104 болады. Міне. Есебіміз. Әрмен қарай. 9-ші есебіміз. 0,10 мыңнан екен. Қалай 10 мыңнан екен білдік. Мына бірлік, жүздік, ондық, бірлік, кешіріңіздер, 0 бірлік, жүздік, ондық, жүздік, мыңдық, 10 мыңдық. Қайталайын. 0 бірлік бұл. Мынау ондық, жүздік, мыңдық, 10 мыңдық. Сол себептен де 0,1000-нан 8627 деп оқылады. 8 ондық дедім. 6-ны жүздік дедік. 2-ні мыңдық дедік, яғни мыңға бөлем. 7-ні 10 мыңдық дедім ба, 10 мыңға бөлем. Міне. Қайсын қалай оқыдым? Бөлшектің бөліміне солай сол сандарт жазам. 8 0,10-нан 8 болса, 8 бөлінген 10, 6 жүздік, 6 бөлу 100, 2 мыңдық па, 2-ні бөлем мыңға, 7 10 мыңдық па, 7-ні бөлем 10 мыңға. Тең болады. 0,10-нан 8 қосылған 0,106 қосу 0,1002 қосу 0,10-нан 7. Болды. Ал енді ең соңғысы 10-шысы 7,9312 екен. Бұл тең болады. 7 бүтін жазылады, қосамын. 9 бізде. Ондық, жүздік, мыңдық, бұл да 10 мыңдық екен. 9 ондық ден ба, 10-ға бөлем. 3 жүздік, 100-ге бөлем. 1 мыңдық па, 1000-ға бөлем. 2 10 мыңдық па, 10 мыңға бөлем. Міне. Бұны мына түрде жазып аламыз. Өте оңай ол жазылуы. 100-ден 3 қосу 1000-нан
1 қосу 10 мыңнан 2. Міне, ондық, жүздік, мыңдық, 10 мыңдық. Міне шыға келді. Болды. Есебіміз осы түрде шығарылды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақ, келесі есептерді жіберемін.